Сәлем достар, бүгін сіздердің Kazakh Post. Бүгінгі видео сіздің ноутбугыңызды немесе компьютеріңіздің жылдамдығын қалай жоғарылата аламыз, сол жайында болады. Кешірім сұраймын, текст жазылмаған, сондықтан кейбір сөздер ұйқаспай қалуы мүмкін. Так, бірінші мәселе біз оның программасында болуы мүмкін. Яғни сізде қазір Windows 10 орнатылмаған болуы мүмкін. Немесе Windows 10, бірақ Windows 10-тің ең алғашқы версиялары болса, ол да әсер етеді. Так, егер сізде Windows 10 емес ескі версиялар болса, яғни Windows 7, XP, 95, анау-мынау, онда міндетті түрде Windows 10-тің жаңа версиясын орнатыңыз. Ол міндетті түрде 1-2%-ға көмектеседі. Және Windows 10-ті орнатқан кезде Windows 10-тің қандай версиясын орнату керек, ол да үлкен мәселе, ол да көмектеседі. Менде қазір Windows 10 Pro және менің ноутбугымның процессор өте жоғары, яғни өте керемет істеп тұр. Сондықтан ол болады, яғни Windows 10 Pro-ны көтереді, ол анық. Ал егер сізде Windows 10 Pro яғни өте ескі процессор болса, яғни Intel Core Celeron, Intel Pentium, немесе AMD деген сияқты болса, онда сіз Windows 10 LTC деген версиясын сұрағаңыз. Мысалы, Windows 10 LTC ме сондай. Бұл не үшін бұл? Бұл сіздің яғни Windows 10-тің нақ өзі Windows 10 LTC деген Windows 10-тің өзі, бірақ қысқартылған нұсқасы, яғни керек емес программаларды алып тастаған Windows 10 LTC-де. Сондықтан сол Windows 10 LTC-ді сұрап алыңыз. Егер Windows 10 LTC жоқ болса, Windows 10 Pro дейтін болса, онда қазір айтатын болам, не істеу керек екен. Так, енді Windows 10 орнатты делік, Pro-ны. Ол кезде біз былай жасаймыз. Мынаны бір басамыз, это компьютерді, сосын оң жағынан басамыз, свойства кіреміз. Так, дополнительный параметр системаны басамыз, дополнитель деп тұрады, параметры дегенді басамыз, наверное, обеспечить быстрый действие дегенді басамыз. И осылайша применить, окей, да дейміз, сонымен ноутбукты өшіріп қосамыз, перезагрузка жасаймыз. Өшіріп қосамыз дегеннен завершить дегенді міндетті түрде баспаңыздар. Перезагрузка дегенді басыңыздар. Өйткені ол да әсер ететін перезагрузка жасаған кезде. Енді тағы бір айтып кететінім, наердегі заставкаларда әсер етеді. Мысалы, кейбірлер адамдардың наерленді Chrome, анау-мынау тұрады. И сосын мынандай шеттерінен толып қалады. Олардың бәрін алып тастаңыз. Ол да міндетті түрде әсер етеді. Мысалы, менде қарасаңыз, Chrome қолданам, Zoom қолданам. Мысалы, Zoom-ды қазір қолданбай жатырмын, бірақ шығып кетейін. Мысалы, мынаны да қолданып отқан жоқпын, шығып кетемін. Бұл да әсер етеді. Мына жерлерде тұрған нәрселерді былайынан басып, оң жағын басып, открепить етіп алып тастаңыз. Ол да әсер етеді. Өйткені ноутбук қосылған кезде жаңағыдегі нәрселердің барлығы бірге қосылады да, ұзақ уақыт қосылатындай болады. Сондықтан оны да алып тастаңыз. И сосын автозагрузка деген болады ноутбукта. Ноутбукта, компьютерде соны да алып тастаңыз. Оны панельдің апарамыз мышканы, оң жағын басамыз, диспетчер задач деген барады. И осы жерде автозагрузка деген тұр. Наерден басамыз да, сал бүйтіп, яғни выключить деп тұрса, наерде отключить деп тұрады, соны басып отключить етіп шығамыз барлығын. Өйткені бұл да көмектеседі. Мысалы, менде қазір картаны қосылып тұр. Мысалы, картаны қазір Қазақстанда істемейді. Мысалы, осыны басамда, мысалы, отключить етем, и все. Картаны қосылмайды. Яғни ноутбук қосылған кезде мұнаның бәрі бірге қосылады да, ұзақ уақыт қосылуына, яғни ұзақ уақыт қосылып, загрузка етпей қатып қала беретін болады. Сондықтан өйсіп барлығын отключить етіп шығамыз, автозагрузка. Ол да 2-1% көмектеседі. Так. Енді Windows 10-тің жаңа версиясын орнатыңыз дедім ғой, Windows 10-тің ескі версиясын орнатмаңыз, Windows 10-тің жаңа версиясын. Оны қалай біле аламыз? Нерден басамыз, параметрге кіреміз. Нерде тұрады, системаны басамыз. Ең астында о система деп тұр. Мысалы, характеристика Windows деп тұр. Мысалы, менде Windows 10 2004. Сіздер нерде 19.04, 18.01 вәле деп тұру мүмкін. Сондықтан 2004-ке ауыстырыңыз. Мысалы, қазір 2020 болса, 2021-де басқа версия шығады. Ең актуальный версиясына айналдырыңыз. Сол кезде ол да көмектеседі. Және де тағы нәрсе айтып кететін, ол сіздің ноутбугыңыздағы жостық дисктің айналу уақыты, яғни бір уақытта қанша информацияны
алады, сол да әсер етеді. Ең дұрысы жорстық дисктің орнына SSD-ге айналдырыңыз. Яғни ақшаңыз бар болса, яғни SSD-ге айналдырсаңыз, ол міндетті түрде 2-3 есе сіздің ноутбугыңыздың жылдамдығын арттырады. Яғни бұрын ноутбукты қосқан кезде жарты сағаттай тұру керек болса, ол небәрі 10 секундтан араспайды. 10 секундта сіздің ноутбугыңыз толығымен загрузить етіп тұрады. Жаңағы мен айтқан программаларды бет қысып қырқып алып тастасаңыз, ол кезде вообще болады. Вообще 5 минут 3 секундта бірден қосылатын болады. Жаңағыдай лучше SSD салыңыз. Ең дұрысы SSD алыңыз. Небәрі 10 000 теңгедей болуы мүмкін, енді алып салу. Яғни сол SSD салсаңыз, ол да әсер етеді. Жаңағына пусктың да әсер етеді. Мысалы, пускты басқан кезде мына жерде заставкалар болады. Мысалы, игры, анау мынау, оларды былайынан басып қырқып алып тастайсыз, өздеріңіз білетін шығарсыздар. Қазір мысалы менде болады мына жерде. Мен қазір алып тастамын осы жердегі заставкаларды. Мишканың оң жағын басасыздар, ударить деп тұрады, заставканы басасыздар. Сонымен ол заставкаларды алып тастаңыздар. Тағы бір әсер ететін нәрсе, көп адамдар оған мән бере бермейді, ол озудың өте аз болуы. Мысалы, менің ноутбугымда қазір 10 гигабайттай озу бар. Мысалы, қараңыздар, кейбір ноутбукта 4 гигабайт, 2 гигабайт, нетбуктарда 1 гигабайт қана болады. Ол міндетті түрде әсер етеді. Өйткені қараңыздар, менің озуым 9 гигабайт, 3,5 гигабайт мысалы алып қойып отыр. Яғни 3 программаны қосып отыр, мысалы 2 программа. Сол 2 программа менің толық озуымның барлығын алып қойып жатыр. Ол да әсер етеді. Яғни сайттар өте ұзақ уақыт загрузить етеді. Бір сайттан басқа бір сайтқа кірсеңіз, бір сайтыңыз өшіп қалады, қайтадан обновить ету керек болып қалады. Сол сияқты озу да әсер етеді. Тіпті ойын ойнағанда вообще болады ол. Ойыныңыз қатып былайынан айдалаға шығып кетуіңіз мүмкін. Ол да әсер етеді. Озу енді ол да ақша ауыстыру. Енді өзіңіздің жағдайыңызға қарай көресіздер. Тағы бір әсер ететін нәрсе, ол Windows-ның активациясы кетіп қалу. Яғни мына жерде активация жасау керек деп шығып тұрады бұрышта. Соны центрге барып ауыстырып алыңыз, яғни жөндетіп алыңыз, активация салдырып берсін, яғни ключ қойып береді. Сол да әсер етеді. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер. Және де өз ойыңызды осы видеоға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Казак Босс.